Саламатсыздар ма, Шәкіров ауылының тұрғындары? Бүгінгі қоғамдық тыңдауымыздың регламенті бойынша біз қоғамдық тыңдаудың төрағасын сайлауымыз қажет. Қоғамдық тыңдауымыздың төрағасын осы Шәкіров ауылының әкімдігінің бас маманын сайлауды ұсынамын. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Дауыс берсеңіздер. Қарсы емессіздер ғой. Келесі сөз кезегі сізде. Қарсы емес. Дауысты ашып беріңіз. Саламатсыздар ма? Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың басты тақырыбы Жамбыл облысы Талас ауданы Шәкіров ауылдық округ әкім аппаратының 2026-2035 жылдарға тұрмыстық қатты қалдық полигонын қоршаған ортаға әсер етуінің нормативтік құжаттарына рұқсат алу туралы. Жобалаушы ЭКО-КС жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін, жалпы жиналыстың хаттамасын енгізу үшін, ашық қоғамдық тыңдаулардың хатшысын және дауыстарды санауға жауапты тұлғаны сайлау, сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесін бекіту қажет. Жалпы жиналыстың хатшысы және дауыстарды санауға жауапты тұлға болып, ЭКО-КС жауапкерлік шектеулі серіктестігінің өкілі Дабылтаева Жанерке Бақытқызын сайлауды ұсынамын. Дауыс беріңіздер. Дауыс беріңіздер. Қарсы қалыс. Бір ауыздан жоқ, бәрі келісілді. Жиналыстың регламентін бірінші баяндаушылардың баяндамалары 5 минут. Баяндамаларды талқылау және қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Оған 10 минут беріледі. Ең алдымен өзім таныстырып өтейін. Менің есімім Жанерке Бақытқызы. ККС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобалаушы маманы болам. Бүгінгі қоғамдық тыңдауымыздың тақырыбы Шәкіров ауылының тұрмыстық қатты қалдықтар полигонының нормативтік құжаттарына рұқсат алу тақырыбында болмақ. Жалпы бүгінгі қоғамдық тыңдауымыз Қазақстан Республикасының экология кодексінің 58 бабының 2 тармағына, 73 бабының 1 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес орындалып отыр. Жалпы қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидалары Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылы 3 тамыздағы 286 бұйрығымен бекітілген. Жалпы полигонға келетін болсақ, полигон Шәкіров ауылынан солтүстік шығысқа қарай 750 метр қашықтықта орналасқан. Полигонның алып жатқан аумағы 2 гектарды құрайды. Жалпы полигонда бізде қоқысты түсіру, оларды оқшаулау, сақтау жұмыстары жүргізіледі. Осы жұмыстар жүргізілген кезде бізде қоршаған ортаға ластаушы заттар бөлінеді. Жоба бойынша жылына барлығы 1,3 тонна көлемінде ластаушы заттардың 11 түрі бөлінеді деп есептелініп отыр. Шәкіров ауылының тұрғындар саны қазіргі таңда 1561 адамды құрап отыр. Осы мәліметті негізге ала отырып, біз тұрмыстық қатты қалдықтардың қалыптасуын 10 жылға есептеу жүргіздік. Жоба бойынша Шәкіров ауылының тұрғындарынан 2026 жылы 118 тонна көлемінде қатты қалдық қалыптасса, ал 2035 жылы 135 тонна көлемінде тұрмыстық қатты қалдықтар қалыптасады деп есептелініп отыр. Осы қалыптасқан қалдықтардың барлығы полигонға орналастырылады. Қалдықтарды полигонға орналастырылмас бұрын бұл міндетті түрде сұрыптаудан өту қажет. Қазақстан Республикасының 350 бабының 5 тармағына сәйкес барлық қалыптасқан тұрмыстық қалдықтардың барлығы сұрыптаусыз көмуге тыйым салынған. Яғни бізде қайталама шикізат ретінде пайдаланылатын қалдықтарымыз бар. Атап айтқанда ол қағаз, картон, шиша, әйнек, қолданыстан шыққан ағаш бұйымдары, пластмасс, полиэтиленді пакеттер, қапшықтар. Осы аталған қалдықтардың барлығы бізде қайталама шикізат ретінде пайдаланылады. Және де бізде полигонға көмуге тастауға болмайтын қалдықтарымыз бар. Олар бізде сойылған малдың қалдықтары, мал өлекселері,
құрылыс қалдықтары, тамақ қалдықтары, осы қалдықтарды полигонға көмуге, тастауға тыйым салынған. Сонымен қатар бізде құрамында уытты заттары бар қалдықтарымыз бар. Яғни олар бізде қолданыстан шыққан аккумуляторлар, люминесцентті лампалар, машиненің қолданылған майлары, аккумуляторлар, осы аталған қалдықтардың бәрін қабылдайтын бізде арнайы мекемелер бар. Сол мекемелерге өткізіледі. Және де полигон бізде тұрғын үйлерден алшақ орналасу қажет. Оның жанында су қорғау аймақтары болмау қажет. Сонымен қатар оның жанында тамақ өндіріс кәсіп орындары орналаспау қажет. Осымен менің баяндамам аяқталды. Бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоя өтіңіздер. Жалпы полигонға қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ қойыңыздар. Сұрақ жоқ болса, онда сөз кезегі сізде. Бұл жоба бойынша экологиялық нормаларға сай және ауланың ластануына қауіп төндірмейді. Барлық ұсынылған материалдар қолжетімді және түсінікті болды. Қатысушылардың шешімімен қоғамдық тыңдаулар өтті деп танылады. Барлық сіздерге қатысушыларға алғыс айтамыз. Бұл хаттамада ескеріледі және мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданады. Рахмет сіздерге. Жиналыс осымен аяқталды. Рахмет қатысқандарыңызға.